Мектеп тек білім берумен шектелмейді. Бұл жас бүлдіршіннің дарынын байқап, болашаққа нұсқау беретін құтты мекен. Астана қаласы әкімдігінің 25-ші жалпы орта білім беретін мектепте қазіргі таңда 1275-ке жуық оқушы тәлім алады. Сонымен қатар жас бүлдіршіннің өсіп жетілуіне, болашақта тұлға болып қалыптасуына қазірде 80-ге жуық мұғалім тер төгуде. Оқушылардың түрлі жарыстарға қатысып, жүлделі орын алғаны мектеп абыройын көтерері сөзсіз. Бұл мектепте дарынды, алғыр оқушылар аз емес. Солардың бірі Ерасыл Зұлыпхар. Жаста болса әдебиетке жақын дарынды оқушының бүгінде жетістігі жетерлік. Мәселен, Астана дарыны орталығының ұйымдастыруымен ертегіні жатқа айту сайысында жүлделі 1-ші орынды иемденді. Осы сынды сайыстарда топ жарып жүрген бүлдіршіннің осындай мүмкіндік сыйлаған мектеп басшылығына алғысы шексіз. Мен осы мектептің атын шығарып, республикалық жарыстарға қатысып, бас жүлделерді алып жүремін. Осыған көмектескен ата-анама, ұстаздарыма, осы мектептің директорлеріне мұнда бір алғыс айтамын. Тәубесін келтіріп, ақ туған тіккен көкшеге, айбынды хан қазақтың, Абылайдың тілімін. Оқушының талантын дер кезінде байқап, түрлі жарыстарға жетелеп жүрген сынып жетекшісі Қызмарал Нұрлыбековнаның да еңбек ерен. Тәжірибесінде талай баланың зейінін ашқан ұстаз Ерасылдың жетістіктерін әрдайым мақтан ететінін жеткізді. Шына атап айтатын болсақ, бірінші бұл осындай дарындылыққа жеткізген себебі біз сыныпта поэзия өткізіп отырдық. Сондықтан осындай оқушының дарындылығы бар екенін біліп, оларды қалалық сайыстарға жіберілдік. Ол қалалық сайыстарда бала абай оқуы, ғылыми жобалар сайыстарға барып, жүлделі 1-ші орындармен келді. Кешегі 25-ші жылы 15-ші желтоқсанда оқушылар сарайында ұйымдастырылған алқалы рухтан қала бойынша бас жүлденің иегері болды. Кім білер, мүмкін осындай оқушылар Хәкім Абайдың, Ыбырай мен Мағжанның жолын жалғар өскелең ұрпақ шығар. Бұлар баланың бетін қақпа, белін бу деген сөз бекер айтылмаған. Дарынды балалардың шабытын ашып, қолдау көрсеткен ұстаздарға мың алғыс. Талапты Ерасыл бұнымен тоқтап қалған жоқ. Алдағы сәуір айында Абайдың 30 өлеңін жатқа айту жарысына дайындығын күшейтіп жатыр. Жас бүлдіршінге алдағы жарыстарда сәттілік тілейміз. Диас Бақытжанұлы, арнайы білім айнасы үшін.